Сәлем Айнұрдың саяжайының құрметті көрермендері. Бүгін сіздермен бірнеше жылдық тәжірибеден өткен, өзінің өнімділігі мол бір тәсілмен бөліскелі отырмын. Көз алдарыңызда тауықтың өңделген қиы, оның құрамында өсімдікке қажетті негізгі элементтер бар. Азот, фосфор, калий, сондай-ақ кальций мен магний сияқты минералдар. Бұл қоспа қызанақ тамырын жақсы дамытып, жапырағын қою жасыл етеді. Сондай-ақ гүлденуін күшейтіп, жемісін ірі әрі тәтті қылады. Сонымен қатар топырақты байытып, оның құрылымын жақсартады. Ең маңыздысы бұл табиғи экологиялық таза тыңайтқыш. Сондықтан дайын қоспаны дұрыс мөлшерде пайдалану арқылы қызанақтарыңыз екі есе жақсы өнім береді. Достар, жалпы бұл тыңайтқышты өсімдіктің түбіне тікелей қосса да болады, не болмаса сұйық түрде сумен араластырып қосса да болады. Мен қазір қызанаққа арналған сұйық қоспасын дайындаймын. Ол үшін 10 литр суға 2 ас қасық тауықтың қиын саламын. Енді бірден 10 литр суға салмаймын, менде мынандай бір арнайы қасық бар. Жалпы есептеу бойынша бұның бір шай қасығы 10 грамм, бір ас қасық 25 грамм дегендей шамалы солай шығады. Мен 2 ас қасық ыдысқа құямын. Және осыны енді сумен араластырамын. Достар, айта кетейін, бұл өте қатты, өйткені термо өңдеуден өткеннен кейін бұны кептіреді. Кепкен кезде осылай қатады. Мына жерде мен суды құйдым, көрдіңіздер. Осы суда бір 3-4 сағаттай бұл ериді. Негізі үстінен ұрып тезірек ертуге де болады, бірақ менде асығыс жоқ, себебі бұл суды мен кешке сеуіп шығамын. Мінекей достар, тауықтың қиы толық еріп болды. Енді осыны 10 литр суға құямыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Сонымен қоспа дайын. Енді бұны не болмаса лейкаға, не болмаса осындай кішкентай құмандарға аласыздар да осылай құйып аласыздар. Қазір мен енді бір қолыммен сотқа ұстап тұрған соң маған ыңғайсыз. Мінекей достар, мен қызанақтарым осылай түйіндеп жатыр. Байқасаңыздар, мынау суарылған қызанақ. Соның үстіне осылай құйып шығамыз аздап. Қатты көп емес. Жай құйып шықсақ болғаны. Кей достар, мынаған да осылай құямыз. Қалған қызанақтарға да осылай құйып шығамыз. Байқасаңыздар, қызанақтар алдын ала осылай суарылып қойды. Мінекей достар, біз тыңайтқышты құйғалы 2 аптадай уақыт өтті. Қызанақтар сондай әдемі болып өсіп келе жатыр. Мінекей күнін көріп отырсыздар, қалай бұлардың гүлдерінің дереу жеміс байлағанын. Бұл енді қызанақ қана үшін емес, тәтті бұрыш, баклажан бәріне қолданамын. Соның ішінде осы қызанақтардың нәтижелері осындай болады. Тауықтың тезегі, тауықтың саңғырығы дейміз ба, осының пайдасы осындай достар. Жалпы сіздерге көмегі тиіп қалсын деп түсірілген видеоға, мінекей алғашқы қызанақты
қызарып жатыр, бой көрсетіп. Осы достар, осындай нәтижеге жеткіңіз келсе, тауықтың қиын мен көрсеткендегідей етіп пайдаланыңыздар. Достар, мынау тәтті бұрыштар. Бұлардың да байламы өте жақсы. Және мен осы көкөніс өсірген кезде ешқандай да химиялық тыңайтқыш қолданбаймын. Барлығы осындай органикалық тыңайтқыштар. Ол демек ол жаңағы сиырдың қиы, аттың қиы, тауықтың қиы деген сияқты тыңайтқыштарды қолданып жүремін. Ал достар, бақшаларымыздың өнімі мол болсын деген тілекпен Айнұрдың саяжайы арнасы бүгін сіздермен қоштасады. Видео осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Неткен көп қызанақтар мынаның бәрі. Ой, пырмай.